жалпылама дін деген нәрсе өзінің шеңберінде, дінді ұстану өзінің шеңберінде, яғни дін көрсетіп берген, Аллах Тағала көрсетіп берген шеңберде ол жеңіл. Ол жеңіл. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala jamoat bilan o'qigan tang namozini o'zining huzurida qabul etsin. Күнделікті ұстап жатқан оразамызды Алла Тағала өзінің құзырында қабыл етсін. Өздеріңізбен бірге күнделікті таң намазынан кейін бірге оқып жатқан Әл-Имам Ан-Науауидің рахимахуллах Риядус Салихин, яғни тақуалар бақшасы атты кітапты оқуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде кезекті 6-шы сабақ. Бүгін бабу фадли таъжилил фитр, ауыз ашатын уақыт кезде ауызды ашуға асығу, ертерек ашу, вама юфтиру алейхи, және қандай нәрселер жеу арқылы аузын ашады, вама яқулуху баъда ифтарихи, аузын ашып болғаннан кейін қандай сөздер, қандай нәрселер айтады. Бүгін бізде кезекті 20-шы хадис оқылайын жатқан, 6-шы сабақта бастап оқылайын жатқан 20-шы хадис. Бұл хадис пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сахабасы Сахл ибн Саад, Алла ол кісіден разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқанын жеткізеді. Қал, ла язалу насу би хайрин ма аджалул фитра. Ла язалу насу би хайрин. Адамдар амандықта, қауіпсіздікте бола береді. Ма аджалул фитра. Ауыз ашуды неге кейінге қалдырмайынша дейді. Ауыз ашуды, яғни ауыз аша, ненің күн батқаныңа күн көз жететін болса, адамдар ертерек ауыз ашатын болса, кейінге қалдырмайтын болса, онда адамдар амандықта, қауіпсіздікте қала береді дейді. Бұл хадисті имам Бухари және де имам Муслим риуаят еткен. Екінші бір риуаятта ла язалу ад-дину захиран, дін анық болып қалады, дін күшті болып қалады дейді. Екінші бір риуаятта. Яғни бұл хадистен жалпылама, бұл қарапайым түсініп отырғандарыңыздай, жалпылама мұсылман баласы егерде не нәрсе күннің несі, күннің толықтай, күннің формасы толықтай көзден таса болатын болса, яғни күн толықтай өзінің ұясына бататын болатын болса, онда оразаның уақыты бітті деген сөз. Онда оразаның уақыты бітті. Енді не басталды? Түн басталды. Өйткені күн бар кезде күндіз болады. Енді күн батып кеткен кезде автомат түрде түн басталады. Ал біз жалпы сабақтарымызда айтып жүрміз, түн ораза ұстайтын емес, уақыт емес. Түн ораза ұстайтын уақыт емес. Түнде керісінше адамдар қай кезде ораза ұстайды? Күндіз ораза ұстайды. Күн толықтай өзінің ұясына батып кеткен кезде оразаның уақыты бұл кезде бітеді. Енді осы хадис арқылы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бізде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне ере отыра аузымызды ашуға асығуымыз керек. Бұл жерде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бар. Енді әлбетте бұл нәрсе қашан? Біз анық көзіміз жетпейінше, анық күннің не істегені өзінің ұясына толықтай батқанына немесе хабар берілу арқылы бізге хабар келді. Қазіргі кезде нені қолданамыз көпшілігіміз? Сәжде қосымшасын қолданамыз, бағдарламасын сол арқылы. Бірақ бұлай мысалы әлі күн батқан жоқ, бірақ асығуым керек екен деп ауыз ашуға мүлдем болмайды енді ол нәрсе мүлдем болмайды. Осы нәрсе. Қал әл-Мулхаб ахаду шурах al-Bukhari, бұл жерде осы хадиске түсіндірме ретінде келтірілген екен. Әл-Мулхаб деген ғалым, имам Бухаридің хадистер жинағын шарықтаған, түсіндірген үлкен ғалымдардың бірі Мулхаб деген айтады. Вал-хикмату мин таъжилил футури аннаху ла язиду фи ан-нахари мин ал-лайл. Бұл жерде күннің өзінің ұясына толық батып кеткеннен кейін, бірден ауыз ашудағы хикмет дейді.
Бірден хикмет. Бұл нәрседе қандай хикмет бар? Ары қарай біз егерде қиналмайтын болсақ, шөлдемейтін болсақ, қатты әлсіремеген болсақ, жүре берсек қандай не бар? Проблема бар деп мүмкін адамдарда ой болуы мүмкін. Сонда хикметті айтады, даналықты айтады. Ол жердегі нәрсе манағы күндіз деген белгілі ол деген. Енді күндізді түннің есебінен несемейді, көбейтпейді, ұлғайтпайды дейді. Yani болды. Күндіздің өзінің белгілі бір мөлшері бар, түннің өзінің мөлшері бар. Егер де сіз күн батқаннан кейін әлі аузыңызды әлі ашпаймын, кішкене жүре тұрам, мысалы, дұрыс емес ойымен әлі құлшылықта бола тұрам, әлі көбірек ораза ұстай тұрам деген нәрсе болатын болса, ол мүмкін емес нәрсе. Өйткені тек күндіз оразаға арналған, сіз тек қана түннің бір бөлігін күндізге қосып атсыз, ал ол қосылмайтын нәрсе. Ол екеуі қосылмайтын нәрсе. Ал күн ұясына толық батқан кезде бірден ауыз ашу, ол ораза ұстаушы адамға көмек дейді, жұмсақ дейді соған. Көмек, жұмсақ, не болады? Жеңіл болады. Бірден ауызын ашу. Және ары қарай ауызын ашып әлденіп алып, дейінді түнгі құлшылықтар. Түнгі құлшылықтар бізде ақшам намазынан қандай намаз? Құптан намазы бар, таравих намазы бар, үтір намазы бар, түнгі намаздар бар, Құран оқу бар. Соған ертерек не істеу керек? Әлденіп алу керек. Ары қарай тағы пайдалар. ومن الواضح أن في الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر وتأخير السحور قطع الطريق على المتنطعين الذين ربما زادوا في وقت الصوم. Енді осы нәрседе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзінде анық айтып кетті. Адамдар амандықта, қауіпсіздікте бола береді, ауыздарын ерте ашқанға дейін дейді. Ауыздарын ерте ашқанға дейін. Бұл жерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне ерген кезде, кейбір ешқандай да себепсіз шектен тыс қаттылықпен жүретін, шектен тыс өздеріне шариғат жүктемеген қаттылықты жүктеп олатындарға не болады? Тосқауыл болады да бұл нәрсе. Тосқауыл болады. Мысалы, кейбірлер естиміз, қай уақытта ауыз ашады, күн батса да ауыз ашпайды, аспанда не шығу керек дейді? Жұлдыз шығу керек дейді. Енді бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күн анық батты ма, мағынасы түсініліп тұрған бұл хадисте. Күн анық батты ма, ұясына толық кіріп кетті ма, болды. Енді біз не істейміз? Ауыз ашамыз. Бұл жерде Алла елшіден саллаллаху алейхи вассалам күн батқаннан кейін аспанда жұлдыздардың шығуын күтіңдер деген сөз жоқ мына жерде. Сөз жоқ. Ол нәрсе сіз ол кезде бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, егер де біз күн батқаннан кейін оған қоса тағы бұл айтқан кезде орынсыз қаттылыққа, орынсыз шектен шығуға баратын болсақ, онда сіз өзіңіздің ораза ұстаған күндізіңіздің мөлшерін түннің есебі арқылы тағы ұзартып жатсыз да. Түннің есебі арқылы тағы ұзартып жатсыз. Осы нәрсе. Сол манағы не? Мүмкін кейбір адамдар өздерінің бұлай білімсіздігінен шектен тыс қаттылыққа бару арқылы оразаның уақытын істеп жібереді дейді, ұзартып жібереді дейді. Оразаның уақытын ұзартып жібереді. Ал ол нәрсе жалпылама. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадисінен тағы да иншалла бұйыртса оқитын боламыз, қазір келеді. Ал ол нәрсе шектен тыс бұл қаттылыққа орынсыз орын не істеу, алып бару, ол нәрсе не нәрсеге? Қиындыққа, бір ауыр нәрселерге алып келеді. Ауыр нәрсеге алып келеді. Ал жалпылама дін деген нәрсе өзінің шеңберінде, дінді ұстану өзінің шеңберінде, яғни дін көрсетіп берген, Аллах Тағала көрсетіп берген шеңберде ол жеңіл. Ары қарай, сабабу бақаил хайри фи динин наси хуа иттибаухум лиссуннати. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, адамдар амандықта, қауіпсіздікте болады, ауыздарын ерте аша бергенге дейін деді. Яғни күн батып болғанға дейін, күн батқаннан кейін әлбетте. Енді бұл нәрседен түсінетініміз, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне еретін болсақ, біздің амандығымыз сол нәрседе болады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сүннетін тірілтетін болсақ, сүннетін күнделікті 24 сағатта ұстануға тырысып жүретін болсақ, оны қолданып жүретін болсақ, жүзеге асыратын болсақ, біздің өміріміздің берекесі, қауіпсіздігі, амандығы сол нәрседе болады деп жатыр. Сол нәрседе болады деп жатыр. Лисуннати ва уқуфухум айнда хадиха ва худудиха, яғни де адам баласы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бізге қандай нәрсені көрсетіп кетті?
Қандай нәрсе көрсетіп кетті. Және де қандай шектеулерді қойып кетті. Соны ұстанатын болсақ, біздің өміріміздің несі берекеті артады, және амандықта боламыз. Яғни сіздің бұл жердегі нәрсе сіздің өміріңізде қиындықтар келмейді деген сөз емес. Қиындықтар, мысалы, сынақтар, емтихандар келмейді деген сөз емес. Онсыз ол адамның өмірі болмайды негізі. Бірақ та Алла Тағала сізге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін ұстанғаныңыз үшін сол қиыншылықтарды жеңіл еңсеруге не береді? Күш беруі мүмкін. Жабық тұрған есіктерді ашып беруі мүмкін сізге. Не үшін? Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне деген махаббатыңыз үшін. Сонда бұл бізде қазіргі оқыған бірінші хадисіміз. 21-ші хадис. Уан Аби Атиyyata қол. Абу Атия деген сахаба айтқан екен. Қол. Дахалту ана ва Масруқ аля Аишата радияллаху та'ала анха. Абу Атия деген сахаба айтып жатыр. Мен және де Масруқ деген сахаба Аиша анамызға бардық дейді. Фақала лаха Масруқ. Масруқ Аиша анамызға айтты дейді. Раджулани мин асхаби Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллама килахума ла я'лу анил хайр. Жаңағы Масруқ деген сахаба Аиша анамызға былай деп айтқан екен. Пайғамбарымыз Мұхаммадтың саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларының ішінде екі ер адам бар деп айтқан екен. Пайғамбарымыздың сахабаларының ішінде екі ер адам бар. Екеуі де жақсылықтан құр қалмайды. Жақсылық жасауда әлсіздік көрсетпейді. Айтады, енді екі ер адамды айтты ғой жаңа сахаба. Ахадухума юаджилул магриба вал ифтар. Біріншісі ақшам намазымен ауыз ашуды ертерек қамданады дейді. Ертерек істейді. Ертерек ауыз ашады, ертерек ақшам намазын оқиды. Яғни уақыттың басында. Вал ахару екіншісі болатын болса юахирул магриба вал ифтар. Ал екінші ер адам болатын болса ақшам намазында және ауыз ашуды да кешіктіреді дейді. Масруқ, Алла олсың разы болсын, Аиша анамыздан келіп сұрап жатыр, екі ер адам жөнінде. Екі ер адамда пайғамбарымыздың Мұхаммадтың саллаллаху алейхи ва саллям үмметінен біреуі ақшам намазымен ауыз ашуды ертерек бастайды, уақыт кіргеннен кейін, екіншісі ақшам намазымен ауыз ашуды кейінге қалдырады. Айтады. Фақалат, Аиша анамыз айтты. Мән юаджилул магриба вал ифтар, қала Абдулла, яғни ибн Мас'уд, фақалат. Жаңағы ақшам намазымен ауыз ашуды кішкене ертерек қамданатын. Күн батқан ертерек қамданатын. Сонда кім айтты дейді? Айша анамыз айтады. Абдулла ибн Мас'уд айтты дейді. Абдулла ибн Мас'уд. Хаказа кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Қараңыздар. Мана Масруқ деген сахаба келіп Айша анамызға айтты ғой, екі сахаба жөнінде. Біреуі не істейді? Ақшам намазымен ауыз ашуды ертерек қамданады. Бірінші уақытында, екіншісі ақшам намазымен ауыз ашуды кейінге қалдырады. Осы жерде ауыз ашу мен ақшамды ертерек қамданатын ол Абдулла ибн Мас'уд дейді. Абдулла ибн Мас'уд деген сахаба. Жаңа айтты ғой, екі сахаба жөнінде. Сол Абдулла ибн Мас'уд. Сонда Абдулла ибн Мас'уд уақыт кірді ма? Ауызын ашады да намаз оқитын болған. Намаз оқитын болған. Фақалат, Айша анамыз айтты, хаказа кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ясна. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям осылай істейтін еді дейді. Яғни уақыт кірді ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауыз ашып намаз оқитын болған. Уақыт кірді ма? Енді уақыт кіру қашан енді? Күн батқан кезде. Уақыт кіру қашан? Күн батқан кезде. Жұлдыз шыққан уақытта емес. Жаңағы бұл хадисте, бұл жалпылама мына әсәрді қарап отқан нәрсеміз, Абдулла ибн Мас'уд ол не істейтін болған? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямнан бені көрген, содан оны үйренген. Ақшам намазының уақыты кірді ма? Күн толықтай батты ма? Аузын ашады да ақшам намазын оқиды. Айша анамыз да осыны не істеп тұр? Қуаттап тұр. Айша анамыз сұрап алып жатыр. Бұл кім деген кезде, манағы кім жауап беріп жатыр? Абдулла ибн Мас'уд. Бұл Абдулла ибн Мас'уд деп айтып жатыр да. Бұл жалпы әсәрді кім риуаят еткен? Имам Муслим риуаят еткен. Осы нәрсені.
Енді мына жерде мынандай бір қызық нәрсе бар екен, қараңыздар. Лианнал мусаммина би Абдилла мин ас-сахабати ададун кафирун жиддан дейді. Жалпы сахабалардың арасында, Алла ол кісілерден разы болсын, есімі Абдулла, яғни Абдулла деген есімді білеміз ғой баршамыз. Абдулла, Аллахтың құлы да, абд құл, Алла Тағаланың 99 есімінің бірі. Абдуллахи, Алла Тағала. Сол айтады, Абдулла деген есімі бар сахабалар өте көп дейді. Өте көп дейді. Енді айтады, егер де Куфа деген Ирактағы қала, Куфа деген қала бар ғой, Куфа деген қала, қазіргі кезде әлі бар. Қазіргі кәдімгі заманауи қазіргі кезде Иракта. Бұл қаланы Омар радиаллаху таала анхудың әмірімен қателеспеймін, хижреттің 17-ші жылы іргетасы қаланған бұл қаланың. Хижреттің 17-ші жылы іргетасы қаланған. Осын үлкен сахабалар келіп қоныстанған бұл қаланың айналасында. Кейіннен сол сахабалардың шәкірттерінен кім шыққан? Әл-имам Абу Ханифа шыққан да. Әл-имам Абу Ханифа. Куфа бір жаны мысалы Медина қаласы, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қаласы, ол да мысалы мұсылмандардың астанасы болған болса да, Куфада мұсылмандардың астанасы болған. Астанасы болған. Соны айтады, сонда енді куфалықтардың ішінде, куфалықтардан пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам риуаят еткен хадистерде Абдулла деп айтылатын болса, ол онда Абдулла ибн Мас'уд дейді. Онда ол кім дейді? Яғни куфалықтардың арасында Абдулла деп тек қана қысқа айтылатын болса, ол кім дейді? Абдулла ибн Мас'уд дейді. Ал егерде хижаздықтардан, яғни Мекке Мединаның айналасында адамдардың ішінде болатын болса, ол онда Абдулла ибн Омар, яғни Омар радиаллаху таала анхудың ұлы дейді ол кезде. Сонда куфалықтарда Абдулла дегеніміз Абдулла ибн Мас'уд болатын болса, хижаздықтарда, яғни екеуінің ортасы шамамен бір 700-800 километрдей бар да екеуі. Өйткені Хижаз деген, ол қазіргі кездегі Сауд Арабиясында Мекке Медина қалаларының айналасы болатын болса, Хижаз деп, яғни Хижаз араб түбегі ғой, қазіргі кездегі араб түбегі. Ал Куфа Иракта да, екеуінің ортасында шамамен бір 700-800 километрдей бар. Куфалықтарда егерде Абдулла деп қысқа айтылатын болса, кім мақсат тұтылады? Көбінесе Абдулла ибн Мас'уд. Ал хижаздықтарда Абдулла ибн Омар радиаллаху таала анхудың ұлы мақсат тұтылады екен. Енді тағы бір нәрсе көрейік. Күннің толықтай батқанына көзіміз жететін болса, онда аузымызды бірден ашып жіберу, ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам не болған? Іс-қимылмен болған сүннеті. Осыған амал етуіміз керек. Ван Аби Хурайрата радиаллаху таала анху, келесі хадис бізде 22-ші хадис. Абу Хурайра радиаллаху таала анху айтты. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтты. Қала Аллаху азза ва джалла, ұлық болған Аллах Таала айтты. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисті Аллах Тағаладан не істеп жатыр? Жеткізіп жатыр. Бұл хадиске құдси хадис дейінен. Қала Аллаху азза ва джалла, ұлық болған Аллах Таала айтты. Ахаббу ибади илайя а'джалухум фитра. Құлдарымның ішіндегі маған ең сүйіктісі, ең ұнамдысы ауыздарын ашуда асыққандар дейді. Асыққандар. Бұл хадисті имам Тирмизи риуаят еткен. Әлбетте, күн толықтай батып болғаннан кейін, әйтпесе, күн әлі толықтай батпаған болса, ораза әлі істеген жоқ, біткен жоқ. Әлі күндіз біткен жоқ. Күн ұясына толықтай бататын болса, ол кезде оразаның уақыты бітті деген сөз. Алла Таала айтты, ахаббу ибади илай, құлдарымның ішіндегі ең маған ұнамдырағы сүйкімдісі а'джалухум фитра, аузын ашуға асыққандар деді Алла Таала. Бұл хадистен не түсінеміз? Алла Таала айтты, ахаббу ибади илай, менің құлдарымның ішінде ең сүйіктісі, яғни мен разы болатын құлымды. Яғни Аллах Тааланың разы болатын құлдары, яғни амалына разы болатын құлдары. А'джалухум фитра, яғни күн батқанына көзі жеткеннен кейін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне еру арқылы бірден ауыз ашқан, ол Алла Тааланың разы болатын амалдарынан.
Осы арқылы біз нешінші 22-ші хадисті оқыдық. Бұл хадисте, яғни күн анық батқаннан кейін, ауыз ашуға асығу, ол Аллах Тағаланың махаббатына не істейді? Жеткізеді екен. Сонда барлық нәрсе, діндегі нәрсе, тек адам баласының ақылымен не істемейді екен, жүре бермейді екен. Адам баласымен ақылымен мен әлсіреген жоқпын, қосымша қалғандарынан қарағанда кішкене көбірек сауап алайын деген нәрсе жүрмейді да ол кезде. Жүрмейді. Сонда біз Алла Тағалаға құлшылық еткен кезде, Алла Тағала қалай көрсетіп берді, қандай шектеулер қойды, мысалы, намаздардың ракағаттарында, мысалы, дәретте қандай жерлерді жуамыз, мысалы, мына дәретте, оразада қандай уақыттарда ораза ұстаймыз, оның барлығы сол дінде қалай көрсетіліп тұр, солай жүзеге асырылуы керек. Сол кезде біз Аллах Тағаланың несіне, разылығына қол жеткізе аламыз сол кезде. Келесі хадис, бұл 23-ші хадис. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال. Мұсылмандардың әділетті екінші халифасы Умар радиаллаху та'ala анху айтты. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деді. إذا أقبل الليل من ها هنا. Егер Алла елшісі былай енді көрсетіп айтқанда бұны өзінің сахабаларына, бір жағынан сөз арқылы, бір жағынан іс-қимыл арқылы. Күн қай жақтан батады? Батыстан батады да. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. Яғни күн батқан кезде, мысалы, күн батыстан батады ғой. Күн батыстан батады. Енді мысалы, жер шар тәріздес болғаннан кейін, жұмыртқа тәріздес болғаннан кейін, сәл сопақша болғаннан кейін, түн мен күн бір-бірін істеп жүреді, былай айтқан кезде ауыспалы түрде қуалап жүреді, қуып жүреді бір-бірлерін. Мысалы, мына жақтан күн бататын болса, күн батуымен енді қараңғылық жайлап істей береді, орнай береді. Мына күн шыққан жақ енді шығыс жақ қой бізде, шығыс жақ. Шығыс жақтан не келеді жайлап қараңғылық келіп бастайды. Сөйтіп бір-бірін істей береді, айнала береді да осы жерде. Сол Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, егер де мына мағынасы бойынша бірден аударып жіберетін. Егер де шығыс жақтан түн келетін болса дейді да, түн келетін болса. Жал мына батыс жаққа қарай күндіз кететін болса, яғни артын бұрып кететін болса, онда не дейді? Ва ғарабати шамс, күн батқан болса дейді, күн батқан болса. Фақад афтара саиму, ораза ұстаушының аузы ашылды дейді бұл жерде. Ораза ұстаушының аузы ашылды дейді. Яғни нені түсінеміз? Ораза ұстаушының ауыз ашатын уақыты болды деген сөз да. Ораза ұстаушының аузы ашатын уақыты болды деген сөз да. Бұл хадисті имам Бухари және имам Муслим риуаят еткен бұл хадисті. Енді айтады, ғарабати шамс, күн ұясына бату деген кезде, күн дөп дөңгелек болып тұрған кезде, толықтай өзінің ұясына не істеп кетуі, батып кетуі. Толықтай не істеп кетуі, батып кетуі. Осыны айтады. Ал жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ораза ұстаушының аузы ашылды деген кездегі мақсат тұтып тұрған нәрсе, оразаның ауыз ашатын уақыт болды деген сөз дейді. Яғни әлі аузы ашылып кетті деген сөз емес, бірден күн батумен уақыт болды. Енді сен өзің келіп бір жұтым су болсын, құрма болсын, сен өзің келіп ашуың керек деп жатыр да. Осы нәрсе түсініледі екен. Енді осы хадистерден не түсінеміз жалпылама осы хадистерден? Яғни ислам дініндегі құлшылықтар шектелген, бір шекаралармен шектелген. Бір қандай кейіптерде сан жағынан, былай несінде, бір кейпінде, шәкілінде шектелген. Тек қана белгілі бір уақыттарда, белгілі бір нелерде, жерлерде ғана не болады? Жарамды болады. Мысалы, жер бетінде Каба біреу. Яғни біздер бір тауап жасауым үшін міндетті түрде не керек болады? Каба керек болады. Ал мысалы, Каба қай уақытта керек болады бізге? Намаз оқу үшін керек болады. Яғни Каба оғанда, Кабаның тұрған жері да, Кабаның тұрған жері. Намаз оқығанда керек болады бізге. Және қай уақытта? Кіші қажылық пен үлкен қажылық кезінде керек болады. Өткен біз тауып жасаймыз ғой енді, керек болады. Сонда бұлдан нені түсінеміз? Үлкен қажылық пен кіші қажылық тек қана қай жерлерде жүзеге асады? Тек қана Мекке мен Медина, Мекке қаласында жүзеге асады. Осы қалада ғана жүзеге асады. Бұл мекенге байланысты. Және күнделікті біздің 5 уақыт намазымызды
оразамызда, зекетімізде барлығы да уақыт жағынан не істелген, шектелген. Уақыт жағынан шектелген. Әр намаздың өзінің кіретін уақыты бар, және уақытының шығып кететін уақыты бар. Бұл осындай Алла Тағаланың хикметтері арқылы қандай даналық бар бізге? Яғни мұсылман адам әрқашан ояу жүру керек дейді. Мұсылман адам әрқашан ояу жүру керек, ұйықтап қалмау керек. Ұйықтап қалмау дегенде былай, өзі ұйықтап қалу емес. Тірі жүрсе де жүрегі не болу керек? Жүрегі де ояу болу керек та. Құлшылықтардың мысалы, қазір намаздың уақыты кірді. Айдың қазір 12 айдың ішінде қай ай жүріп жатыр? Қандай құлшылықтар жасалады бұл айда? Қандай құлшылықтар жақындап келе жатыр мысалы бізге? Мысалы қазір Рамазан айы болатын болса, Рамазан айынан кейін Шәуәл айы. Шәуәл айында мысалы міндет болмаса да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеті 6 күн ораза ұстау. 1 жыл сауапқа қол жеткізу үшін. Ол келе жатыр мысалы. Шәуәл айынан кейін Зулқаада, одан Зулхиджа. Зулхиджа айында исламның 5 парызының бірі не? Үлкен қажылық басталады ол кезде. Уақыты не істеліп тұр, сонда белгіленіп тұр. Алдыңғы не деді? Әр ай туына байланысты сонда құлшылықтарының уақыттарынан не істеп кетпеу керек, мұсылмандар қателесіп кетпеу керек. Мысалы, ай туды ма, болды. Жаңа айдың құлшылықтары басталады. Осы нәрсе не істеп жатыр? Сонда мұсылман адам әрқашан ояу болу арқылы Раббысымен үздіксіз байланыста болу керек. Қалай? Өзінің уақыттарын реттеу арқылы дейді. Өзінің уақытын, күнделікті Алла Тағаланың бізге беріп жатқан 24 сағат бәрімізге де беріп жатыр. 24 сағаттан мейлінше көп пайда алу үшін, және уақытының барлығын, мысалы күнделікті істейтін шаруаларымыз бар ғой бәріміздің де. Соларды не істеу керек? Бір ретке келтіріп қою керек. Енді өміріміздің берекетін арттыратын нәрсе шаруаларымызды дінге қарай ыңғайластыру да. 5 уақыт намазға қарай, оразаға қарай, соған ыңғайластыру. Керісінше емес. Осы арқылы сіз өміріңізден барынша не істейсіз? Пайдасын аласыз да. Нелерден өзіңіздің мойныңызға міндет болған парыздарды, уәжіптерді орындау мақсатында, орындау кезінде, сүннеттерді орындау кезінде. Ал егерде сонда барлығы да уақытқа байланып қойған болса, осы нәрселерді орындау арқылы адамның уақытына не кіреді? Береке кіреді де өмірінде не болмайды? Айтқан кезде бейберекетсіздік болмайды. Өйткені ол әрдайым кіммен байланысты? Раббысы Аллах Тағаламен байланысты. Осы нәрсе. Келесі хадис وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады. Бұл хадисті пайғамбарымыздан Абу Ибрахим Абдулла ибн Аби Ауфа деген пайғамбарымыздың сахабасы жеткізген екен. Алла ол екеуінен разы болсын. Айтады: Сирна ма Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалама ва хуа саим. Біз Алла елшісімен неде бір сапарда болдық дейді. Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бір сапарда болдық. Алла елшісі ораза болды дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ораза болды дейді. Фаламма ғарабати шамсу қала ли бa'дил қауми. Күн батқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол қауымның ішіндегі біреуге: Я фулан ай пәленше инзил фадждах лана. Неден? Енді олар жануардың үстіне кетіп жатқан кезде түсте бізге бір нәрсені дайында деп айтқан екен да. Дайында деп. Қазір келеді сөздегі қандай нәрсе мақсат тұтылып тұрғаны. Сонда түсініп сахабалар Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бір сапарда болған. Күн батқан кезде Алла елшісі сол қасындағы сахабалардың біріне: Ай пәленше, неңнен жануарыңнан түсте неге ауыз ашатын нәрсе дайында деп тұр да. Ауыз ашатын нәрсе дайындап деп тұр. Сонда жаңағы сахаба: Я Расулаллах, лау әмсайты, я Алланың елшісі, кешқұрым кірсін дейді да, әлі тағы кірсін деп жатыр да. Күн батты, бірақ әлі қараңғы кірсін деп жатыр да. Әлі қараңғы кірсін. Қол, сонда Алла елшісі: Инзил, неңнен жануарыңнан түсте фадждах лана, бізге дайында деп жатыр да. Бізге дайында деп жатыр. Фадждах деген кезде сондай бір етістік, белгілі бір сусын түрі, тамақ түрін дайында деп айтып жатыр бұл жерде пайғамбарымыз. Қол, инна алейка нахаран, сонда пайғамбарымыз, сонда жаңағы ер адам тағы айтады: Әлі күндіз ғой деп айтады да. Әлі күндіз ғой. Сонда ол сахабаның көз қарасында
күн батса да әлі қараңғы болмай күндіз деп ойлап тұрды. Күн батып тұр ғой, күн батты. Әлі бірақ күн батқан кезде күнделікті ақшам намазының уақыты кіреді ғой, бірден қап-қараңғы болып кетпейді. Біртіндеп не болады? Қараңғы болады. Сол сахаба айтып жатыр, әлі күндіз ғой деп жатыр да. Күн батса да, әлі күндіз ғой деген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам үшінші рет тағы айтады, түсте манағы нені сусынды дайында дейді, дайында. Енді содан кейін қол фаназала өзінің несінен түсіп, төменге түсіп, мана Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам несін сусынын дайындап береді. Бұл жерде мана басында айтып кетті о сахаба, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ораза еді деп жатыр. Ораза еді деп жатыр. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жаңағы сусынды ішеді. Сумма қал, айтады. Иза раайтумул лайла қад ақбала мин хахуна афтара саиму. Айтады саллаллаху алейхи вассалам. Алла елшісі осы сөздерді айтып жатқан кезде өзінің мүбәрак қолдарымен шығыс жаққа қарай, бізде шығыс жақ осы жақ қой, шығыс жаққа қарай не істеген екен, көрсеткен екен, ишара еткен. Егер де сендер мына шығыс жақтан қолмен көрсетіп жатыр, түнді көрген болсаңдар, онда ораза ұстаушының аузы ашылды деп айтқан екен. Ораза ұстаушының аузы ашылды деп айтқан екен. Сонда біз қап-қараңғы түн болып кетуін не істемейміз, күтпейміз. Күн толықтай несіне өз ұясына мынау батыс жақ болатын болса, мынау шығыс жақ болатын болса, батыстан толықтай біз енді жазықтық жерде тұрамыз, бізге ондай қатты не емес қой, проблема емес қой күннің батқанын көру бізге. Күн ұясына толықтай батып кетті ма, мына жақтан не көрінеді бізге? Қараңғы көрініп бастайды. Яғни екеуі бір-бірін алмастырып жүреді ғой енді. Ол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, ораза ұстаушының аузы ашылды дейді бұл жерде. Яғни ораза ұстаушының аузы ашылды дегенде мақсат, ауыз ашатын уақыт болды деп жатыр да. Болды деп жатыр. Осындай бірнеше хадистер арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не істеп жатыр? Бізге өзінің сөзі арқылы да, ісі арқылы да күн батқанына анық көзіміз жетті ме, кейінге не істемейміз? Құлшылық ауыз ашуды қалдырмай бірден ауыз аша береміз да. Бірден ауыз аша береміз. Иншалла Аллаху субханаху ва тағала нәсіп етсе, ертеңгі сабақта қандай нәрселермен ауыз ашу керек? Яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне сай қандай нәрселермен ауыз ашу керек? Соларды өтетін боламыз. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Алла разы болсын баршаңызға.